Тарихи алтын құтты болсын, қазақ елі. Мен қазір Қытайдың солтүстігіндегі Харбин қаласындамын және Харбин қаласындағы дәл осы мұз сарайында бірер минут бұрын ғана керемет нәтиже тіркелді. Қазақстанның ерлер құрамасы шорт-тректен алғаш рет қысқы Азия ойындарының жеңімпазы атанды. Тарихи сәт, керемет эмоция, жаңа ғана көк туымыз көтерілді, әнұранымыз шырқалды, көңіліміз толқыды, тіпті жасыратын несі бар, көздің де жасын сығып алдық. Қазақстанның ерлері бар, Қазақстанның қыздары бар. Осы қысқы Азия ойындарында талай тарихты жаңғыртты, яғни екі бірдей күміс жеңіп алды және нүктесін ерлер командасы қойды. Алтын жүлде. Осы қысқы Азия ойындарындағы жеңіс біздің қыздардың, жігіттердің ішіндегі сенімді күшейте түсетіндігі анық. Өйткені алда Милан олимпиадасы бар. Сол олимпиаданың алдындағы бұл енді негізгі дайындық саналады және осы командалық эстафетада қазақстандық жігіттер керемет нәтиже тіркеді. Жаңа эксклюзивті сұхбаттар жазып жатырмыз. Абзалда көңілі қатты толқыған және қазақтың балалары, қазақтың қыздары осындай деңгейдегі бәсекеге қабілетті екенін көрсеткіміз келді және осы қысқы Азия ойындарында топ жара алатынымызды дәлелдедік дейді. Біздің спортшыларымыздың жанкештілігін айтайын. Қазір осы жарыс аяқталды. Бірер сағаттан кейін әуежайға жету керек және оның ар жағында Миланда кезекті жаттығу жиыны және жарыстары бар. Соған асығып бара жатыр. Міне көріп тұрсыздар, жарыс кестесі қандай тығыз және сол Милан қаласында алдағы олимпиада өтеді. Осы жеңіс жолы жалғасады деген үміттеміз. Амангелді Сейітхан ағамыз айтпақшы, марқұм жеңісті күндерде жүздескенше. Құтты болсын қазақ елі.